Тағала Духан сүресінде айтады: «Фиха юфраху куллу амрин хаким». Алла Тағаланың даналығымен шешілген күллі әмірлер, тағдырлар, жазмыштар бір жылға арналған айырылады дейді жердің бетіне. Әр қайсына. Міне осы кезде құрметті жамағат, бізде үміт. Қандай тағдыр керек бізге? Қандай тағдыр керек? Оны тек қана жүрек сұрай алады. Көрдіңіз бе? Тек жүрек. Тек жүрекпен ғана біз бүгін растай аламыз. Қандай тағдыр керек бізге келесі жылға? Қандай тағдыр керек? Балаңды қандай көргің келеді келесі жылға? Өзіңді қандай көргің келеді? Әйеліңді қандай көргің келеді? Ата-анаңды қандай көргің келеді? Еңбегіңді, сауданың табысын қандай көргің келеді? Садақасы көп болатын ба? Міне, сол нәрселерді сіз заказ беретін түн ғой. Сіздің жағдайыңыз шешіледі. Егер жүрек осыны шын қаласа. Өйткені Алла Тағала Бақара сүресінде бізге айтты: «Ва иза саалака ибади анни». Егер сенен құлдарым мен жайлы сұраса, ей пайғамбар, фа инни қариб, мен өте жақынмын дейді. Міне, өте жақынмын дейді мен. Уджибу дағуата дағи иза даған. Маған жалбарынып атқан, менен тілеп атқан құлдың дұғасына мен жауап берем дейді. Шартым бар дейді тек. Қандай дегенде? Фалиястажибули. Маған жауап берсін. Яғни осы дүнде маған деген иманын қойсын. Осы міне істететін амалы, осы түнде істететін амалың тек иман болсын, жүрек. Және жауап бер. Міне Алла Тағаланың әміріне төзімділікпен осы қадір түнде Алла Тағаладан сұра күллі нәрсені. Дұғаң тілейсің бе? Мен жауап берем деген уәдесін беріп отыр Алла Тағала. Сосын жаңағы Духан сүресінде айтады: «Рахматан мин роббика». Раббыңның рахымымен осылай шешілді дейді сендерге. Осындай рахымды мен қаладым, енді іс сендерде қалды дейді. Қараңыз, қандай іс? Иннаху хуас самиул алим. Енді осы айтылғаннан кейін мен естушімін дейді. Қазір не сұрайтындарыңды қараңыз. Ва алим, және мен білем дейді. Қандай жүрекпен сұрап атқаныңды. Проблема сен жақтан бақылмасын дейді. Екі есімін атады. Көрдіңіз бе? Самиун, мен сенің қазір зарыңды естейтін болам, үніңді естейтін болам, дұғаңды, зікіріңді, не сұрап атқаныңды, және қандай жүрекпен істеп атқанды мен білем дейді. Менен ештеңе жасырын емес. Осы екі есіммен жұмыс істе дейді, таң атқанға дейін. Егер таң атқанға дейін осы екі есіммен жұмыс істей алатын болсақ, біздің келесі жылымыздан бұл екі есім ешқашан жүректен айырылмайтын болады. Ол керек болса 83 жылға созып жіберем деп тұр ғой, сауапты. 83 жылдан астам уақытқа. Сондықтан күллі нәрсе өзімізде. Қаншалықты өзіңді сала аласың осы нәрсеге?